Бүгінгі жәрмеңкеге келдік міне, ұшқыр ой мен жетістікті тердік міне. Заманауи көрнекілік сабақтарда оқушы қиялына ердік міне. Жаңа технология заманның талабы ғой, барған сайын келеді жаңары бой. Шәкірт үшін ең құнды қызық болған ұстаздардың өткізетін сабағы ғой. Білімнің негізі бастауышта қаланады демекші. Оқушылардың білім сапасын көтеруде сабақта жаңа технологияны пайдаланып сабақ өтеміз. Әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру біздің міндетіміз. Алдымен математика сабағына тоқталып өтейін. Математика сабағында геометриялық фигураларды өткенде кері байланыс жасау кезінде кім тапқыр әдісін пайдалана білдім. Бұл жерде түймелерге жіпті байлап, шешіп жіпті геометриялық фигураларды 4 бұрыш, 3 бұрыш, 5 бұрышты оқушы жіп арқылы түймеден түймеге апарып байлау арқылы өз қолдарымен көрсетіп отырады. Бұл балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Өз қолдарымен осы геометриялық фигураларды жасап бере алады. Жеміс ағаш әдісін пайдалана отырып, жеміс ағашында қосындының мәні алмаға жазылып қыстырып тұрады. Балаларға сандарды таратамыз, сол сандардың қосындыларын жеміс ағашынан тауып біледі. Және де бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындың мәні өзгермейтінін де біліп отырады. Немесе бірінші класста 5 санының құрамын табу үшін ойлан тап әдісін пайдаландым. Бірден 10 көлеміндегі сандардың арасынан қалып кеткен сандарды табу үшін орынды тап ойыны арқылы орынды тап әдісін пайдалана отырып, оны бірге дейінгі кері санауда да тізбекті жалғастыру әдісін пайдаландым. Міне, математика сабағында оқушылар өз көзімен көріп, қолымен істеп, көздерін жеткізу арқылы білім деңгейін көтеріп отырды. Бұл сабақтарда балалардың сабаққа деген қызығушылықтары арта түсті. Ана тілі арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, қазақ тілі мен әдебиет сабақтарын ерекше өткізу әрбір мұғалімнің парызы. Осы сабақтарда білім сөмкесі әдісінде жаңағы амоним, синоним, антонимді өткен кезде осы сөздерге байланысты антоним, амоним, синонимдерге байланысты сөздер жазып оқушыларға тараттым. Енді осы сөмкелерді қойдым, осы сөмкелерді жаңағы білім сөмкесі деген әдіс арқылы кім жаңағы антоним сөмкесіне антонимдерді салады, синоним сөздер болса синоним сөмкесіне салады, амоним сөздер болса амоним сөмкесіне салып және дұрыс салымдар қасап бірінің қателерін түзетіп отырады. Енді я дыбысын өткен кезде жаңа қоянға сәбіз берейік ойыны арқылы я дыбысының жазылуы, қосарлы қос дыбыс естілгенімен бір ғана я әрпі жазылатынын түсінді. Ана тіл сабағында DID платформасы арқылы жасанды интеллект жасау, кез келген ақын жазушыларды сөйлету. Бұның ерекшелігі интернет арқылы скачать етіп алып, сабаққа ноутбукпен бірден пайдалана беруге болады. Міне, бұл әдіс тәсілдер оқушылардың ой өрісін, сөздік қорларын, тіл байлықтарын дамытып, осы пәнге деген қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Біздің барлық ұстаздарымыз осы DID платформасын пайдалана біледі. Барлық сабақтарда бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, бір-бірімізге үйретіп, осы платформаны пайдаланып, кез келген ақын жазушыларды сөйлетіп отырмыз. Біз бүгін сіздерге осы Ыбырай Алтынсаринді алып келіп отырмыз. Жаратылыстану мен дүниетану пәні оқушылардың қызығып оқитын пәндерінің бірі. Табиғатты аяла әдісі арқылы жанды табиғат пен жансыз табиғаттың айырмашылығын түсінді. Дүниетанудан ғарыш әлемі әдісінде планеталарды орналастырып үйренді. Жұмыртқа аршу әдісінде тиімді пайдалана білдім. Жұмыртқаны арши отырып тапсырмаларды орындау өте қызықты болды. Ашық хат әдісінде 2-ші сынып жаратылыстану сабағында адам өмірінен ауа райының әсері тақырыбында әр оқушыға сұрақ дайындап келдім. Олар сұраққа жауап беріп, конвертке салып отырды. Жабайы жануарлар мен үй жануарлар туралы сабағымда 4 түлік малды өз төлдерімен сәйкестендіре білді. Бұл сабақты қазақ тілімен байланыстыра отырып, төлдерді қалай шақыратынын сұрай отырып, ауху деп шақырады, түйені көз деп шақырады, дей келе бұлардың қос сөздер екенін айта білді. Сабақтың тақырыбына қарай пазл құрастыра білді. Бұл барлық әдістер оқушылардың дүние танымын, қоршаған ортаның адам өміріне маңыздылығын жақсы түсіне білді. Міне осындай әдіс тәсілдерді пайдаланып, оқушылардың білім сапасын көтере білдік. Тыңдағандарыңызға рахмет.